Жапония жағалауында Янагуни жартас массиві бар. Бұл су астындағы ғажайып мегалиттік құрылым, оның жасы 12 000 жылдан асуы мүмкін дейді. Кейбір зерттеушілер бұл табиғи құбылыс десе, басқалары оны жоғалған өркениеттің қалдығы деп есептейді. Жапондық сүңгуірлер алғаш рет бұл алып тас құрылымды көргенде таң қалды. Өйткені су астында бірнеше қабатты баспалдақтар, тікбұрышты өткелдер, тіпті пирамидаларға ұқсас құрылымдар бар. Бұл табиғаттың өзі жасаған нәрсе ме, әлде ежелгі өркениеттің қолтаңбасы ма? Янагуни мегалиті кейбір ғалымдарды шындап ойландырды. Себебі тастардың орналасуы өте дәл әрі геометриялық пішіндері тым мінсіз. Ал кейбір археологтар, жоқ, бұл табиғи құбылыс, жер сілкінісі мен су ағыстары осындай пішіндер қалыптастырған деп беттерін шымшиды. Бірақ қараңызшы, тастардың кейбір бөліктері тіпті кесілген сияқты. Әлде жер сілкінісі құрылыс инженеріне айналып кетті ме? Ең қорқыныштысы, кейбір сүңгуірлер судың астында бір түрлі елестер көргенін айтады. Ал түнгі сүңгу кезінде белгісіз дыбыстар естілген. Ол не болды дейсіз бе? Бәлкім, су астында ұйықтап жатқан ежелгі халық бізге ренжіп жатқан шығар. Немесе Атлантиданың жоғалған тұрғындары осы жерде ме? Янагуни туралы ең таңғаларлық теория бұл су астына кеткен өркениеттің бір бөлігі болуы мүмкін. Мүмкін, мыңдаған жыл бұрын бұл жерде керемет қала болған. Бірақ табиғаттың қаһарына ұшырап, жермен жексен болған. Ал енді оның қирандылары судың түбінде үнсіз жатты немесе бізге белгі беріп жатыр ма? Сонда қалай, бұл жай ғана ерекше жартас па, әлде біз білмейтін басқа өркениеттің қалдықтары ма? Егер бұл ежелгі қаланың бөлігі болса, онда оны кім салды? Және ең бастысы, не үшін? Су астындағы жұмбақ әлемнің сырын ашатын кез келді ме, әлде оны мүлде қозғамаған дұрыс па?